Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 95-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып, тез-тез жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан өздерің іздеп таппаған немесе үй жұмысын жасауға қиналып отырған есептер болатын болса, біздің арнамыздан тауып өздеріңнің сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды тез-тез бастап кетейік, иә? Яғни балалар, бүгін біз өзіңді тексеру ететін боламыз. Мен өзімнің жетістіктерімді тексеремін дейді. Яғни балалар, осы бөлімде өткен барлық тақырыптарды, яғни есептерді біз еске алып, соларды үйрендік пе, қалай үйрендік, соның бәрін біз қорытындылайтын боламыз, иә? Енді біріншісі бізде балалар білу, қарапайым теңдеулерді және құрылымы күрделі теңдеулерді қалай шешуді білемін. Теңдеулерді шеш дейді. Енді балалар, бұл жерде x көбейтілген жақша ішінде 25 бөлінген 5 тең 60 деп тұр, иә? Бұл жерде балалар бірінші теңдеудің жақшаның ашып алып, біз теңдеуді қысқартып аламыз, иә? Яғни x көбейтілген дейміз, 25-ті 5-ке бөлгенде бізде балалар 5 деген сан шығады, иә? Яғни 5 деген сан шығады, x көбейтілген 5 тең 60 деп жазып аламыз. Одан кейін балалар, білу үшін біз балалар 60-ты 5-ке бөледі екенбіз, иә? Сонда бізде балалар x-тің мәні 12-ге тең болады екен. Енді балалар, осы 12 санын мына тұрған x-тің орнына қойып тексеріп көрейік, иә? Яғни 12 көбейту жақша ішінде 25 бөлінген 5 дейді. Яғни 25-ті 5-ке бөлгенде 5 шығады екен. Яғни бірінші теңдеуіміз бізде дұрыс шықты. Келесі екіншісі бізде балалар жақша ішінде 14 көбейтілген 3 жақша жабылған бөлінген x тең 6. Бұл жерде балалар дәл бірінші теңдеудегідей жақшаны ашып қысқартып аламыз, иә? Яғни 14-ті 3-ке көбейткенде бізде балалар 42 шығады. 42 ары қарай қалғанын көшіреміз. Яғни 42 бөлінген x тең 6 болады. Енді балалар бұл жердегі бөліп жібереді екен. Сонда балалар x-тің мәні 7-ге тең болады екен. Яғни 42-ні 6-ға бөлінсе, бізде 7 сан шығады екен. Енді осы 7 санын мына тұрған x-тің орнына қойып тексеріп көреміз. Яғни жақша ішінде 14 көбейтілген 3 жақша жабылған бөлінген 7. 14-ті 3-ке көбейтсек бізде балалар 42 шығып тұр. Яғни біздің теңдеуіміз дұрыс шықты деген сөз екен балалар. Келесі бізде түсіну. Қалдықпен бөлуді орындауды және оны тексеруді білемін. Қалдықпен бөлуді орында, есептеуді тексер дейді. Яғни балалар, мына жерде қалдықпен шығатын есептер берілген, сол есептерді шығарып, оларды тексеруіміз керек бізде. Яғни балалар, біріншісі бізде 29 бөлінген 5 дейді. Біз балалар 29-ды 5-ке бөлгенде 5 шығады екен, 4 қалдық қалады екен, иә? Енді балалар, бұл есепті, яғни біз қалай тексеруді, қалдықпен шыққан есептерді тексеруді білеміз, иә? Яғни мәнін, яғни есептің мәнін біз бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосады екенбіз, иә? Яғни 5-ті 5-ке көбейтеміз, оған қалдық 4-ті қосамыз. 5-ке 5-ті қоссақ 25, 25-ке 4-ті қосқанда 29 шығады екен. Енді келесі бізде балалар 69 бөлінген 8. Бұл жерде балалар 69-ды 8-ге бөлгенде 8 шығады екен, 5 қалдық қалады екен. Тексеретін болсақ, 8-ді 8-ге көбейтеміз, иә? 64 шығады, оған 5 қалдықты қосамыз, сонда бізде 69 шығады екен балалар. Келесі үшіншісі бізде 17 бөлінген 3 дейді. 17-ні 3-ке бөлгенде бізде балалар 5 шығады, 2 қалдық қалады екен, иә? Енді балалар, бұл жерде тексеретін болсақ, біз 3-ті 5-ке көбейтеміз, иә? Одан кейін қалдық 2-ні қосамыз. 3-ті 5-ке көбейткенде 15 болады, 15-ке 2-ні қоссақ, 17 шығады екен. Келесісі төртінші бізде балалар 30 бөлінген 7 дейді. Бұл жерде балалар мәні 4 болады екен, 2 қалдық қалады екен, иә? Яғни балалар, тексеретін болсақ, 4-ті 7-ге көбейтеміз, яғни мәнін бөлгішке көбейтіп, оған қалдықты қосамыз, иә? 4-ті 7-ге көбейткенде бізде 28 шығады, оған 2 қалдықты қосатын болсақ, 30 деген сан шығады екен. Осылай балалар біз есепті тексеріп, осылай жазады екенбіз, иә? Келесі бізде балалар қолдану дейді. Тиімді есептеу үшін көбейтудің терімділік, үлестірімділік және ауыстырымдылық қасиеттерін қолдана аламын дейді. Енді балалар, бізде тапсырма берілген екен, иә? Көшіріп жаз дейді. Терімділік қасиетті қолдануға болатын мысалдардың астын қызыл, үлестірімділік қасиетті қолдануға болатын мысалдардың астын көк қардашпен сыз дейді. Яғни балалар, мына жерде бізде 4 есеп берілген, иә? Осы 4 есепті бірінші көшіріп жазып аламыз. Енді терімділік қасиетін қолдануға болатын мысалдардың астын біз қызыл, одан кейін үлестірімділік қасиетін қолдануға болатын есептердің астын біз көк қарындашпен сызуымыз керекпіз. Бірінші балалар 6 көбейтілген 4 жақшаның ішінде көбейтілген 20 дейді. Бұл жерде балалар біз қызыл сызықпен сыздық, иә? Себебі оны терімділік қасиеті арқылы шешуге болады. Екіншісі 4 көбейтілген 8 жақшаның ішінде көбейтілген 5 дейді. Бұл да бізде балалар қызыл сызықпен сызылады, себебі терімділік қасиетінің арқылы біз осы мысалды шығаруға болады екен, иә?
Келесі бізде балалар жақшаның ішінде 5 қосылған 2 көбейтілген 6 дейді. 60 дейді. Бұны біз балалар көк сызықпен сызамыз, себебі біз бұны үлестірімділік қасиетімен шығара алады екенбіз, иә. Келесі төртіншісі, бұл да біз балалар үлестірімділік қасиетімен шығара аламыз. Сол себепті көк сызықпен астын сызып қоямыз балалар. Осылайша балалар есепті жазып аламыз. Келесі бізде балалар талдау. Қалдықпен бөлуге берілген есептерге талдау жасап шығара аламын дейді. Есепті шығар дейді. Балалар көркем еңбек сабағы үшін 19 шырша бүршігін жинады дейді. Әр қайсысына бірдей мөлшерде шырша бүршігін жұмсай отырып, олардан 6 бұйым жасады дейді. Бір бұйымға неше шырша бүршігі қажет болды дейді. Енді балалар, бұл жерде бірінші біз берілген жазып алайық, иә. Сады, олардан 6 бұйым, иә. Бір бұйымға неше қанша шырша бүршігі кетеді дейді, яғни қажет болады дейді. Енді шешуінде бізде балалар біз 19-да 6-ға, яғни 19 шырша бүршігін 6 бұйымға бөлеміз, иә. Сонда бізде 3 шығады, 1 қалдық қалады екен, иә. Яғни сонда бізде балалар жауабында бір бұйымға 3 шырша бүршігі қажет болды дейміз, иә. Келесі жинақтау, есептеуді түсіндіру үшін амалдардың қасиеттерін қолдана аламын дейді. Енді бізге есеп берілген екен. Көбейту мен бөлудің осындай түрін шығару кезінде балалардың қалай пайымдағанын тап дейді. Әрбір өрнекті тиісті есептеу тәсілімен біріктір дейді. Яғни балалар бізде бірінші бағанды өрнек, екінші бағанды есептеу тәсілі берілген екен. Соларды біз сәйкестендіруіміз керекпіз. Мысалы, балалар 240 көбейтілген 2 дейді. Бұл жерде балалар біз оны Б жауабына сәйкестендіреміз. Себебі жақша ішінде 200 қосылған 40 дейміз, жақша 240 болады, оны көбейтеміз 2-ге, сонда 480 шығады. Келесі бізде балалар 240 бөлінген 2. Бұл жерде балалар біз 240 бөлінген 2-ні біз В жауабына сәйкестендіреміз, себебі жақша ішінде 200 қосылған 40, 240 болады, оны бөлеміз 2-ге, 120 шығады. Келесі бізде 402 көбейтілген 2 дейді. Бұны біз балалар жауабымен сәйкестендіреміз, себебі 400 қосылған 2 деп тұр, 402 болады, оны көбейтеміз 2-ге деп тұр. Одан кейін балалар төртіншісі өздеріне белгілі, 402-ні бөлу 2 дейді. Бұл бізде А жауабымен сәйкес келеді екен. Яғни жақша ішінде 400 қосылған 2 болады, жақша жабылған бөлінген 2 деген есептеу тәсілін қолданады екенбіз балалар, осылай шығарады екенбіз. Келесі бағалау. Бір таңбалы санға қалдықпен бөлудің дұрыс орындалғанын тексере аламын дейді. Яғни қателерді тауып түзетіп жаз дейді, осы жерден. Бұл жерде балалар бізде қалдықпен бөлінетін есептер берілген екен. Сол есептердің ішінен біз қателерді тауып, түзетіп, дәптерімізге жазуымыз керекпіз. Біріншісі бізде балалар 15 бөлінген 2 тең 6 дейді, бір қалдық шығады дейді. Бұл жерде балалар бізде қате жазылған, себебі 15-ті 2-ге бөлгенде бізде 6 емес, 7 шығады екен, 7-ні 2-ге көбейткенде 14 шығады, ар жағында бізде бір қалдық қалады екен. Келесі 5 бөлінген 2 тең 2, бір қалдық дейді. Бұл бізде балалар дұрыс шыққан екен, Келесі 16 бөлінген 5 тең 3 шығады, бір қалдық дейді. Бұл да бізде балалар дұрыс екен, Келесі бізде 3 бөлінген 7 тең 0, қалдық 3 дейді, Бұл да бізде балалар дұрыс екен, себебі 3-тің ішінде 7 мүлдем жоқ, яғни 0 деген сөз, Ал қалдық бізде 3 қалады екен, мынаған байланысты. Осымен балалар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар 3-4 сыныптардың математикасына байланысты барлық үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.